Азаматтардың несие туралы тарихы әр күн сайын жаңарып отыру мүмкін. Бұл бір адамның бірнеше банктен 2-3 несие алуының алдын алады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық кеңесінің кезекті жиында осы мәселені зерттеу керектігін айтқан болатын. Жаңашылдық енгізілетін болса, халықтың қайтарылмайтын қарызы портфелі азаяды, деді мемлекет басшысы. Жиында тағы қандай бастамалар көтерілді? Тілшім тарқатады. Алғашқы кезеңде өз қызметін консультативті кеңесші орган ретінде бастаған ұлттық кеңес бүгінде жаңа реформалар ұсынатын маңызды құрылымға айналды. Заң жобалары халықтың айтқан пікірі негізінде қабылданып, ел жұрт үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының іргесі біртіндеп бекіп келеді. Бүгін президент бір қатар бұрынғы ұсыныстар негізінде атқарылған істерді пысықтап, жауаптыларға жаңа талап қойды. Соның бірі несие мәселесі. Қазақстанда қайтарымсыз қарыз көп. Салдарынан экономикалық қиындықтар туып отыр. Халық кредит алады, алайда қайтара алмайды. Бұл тек азаматтардың емес, қаржы ұйымдарының да кінәсі. Өйткені адамға өзі өтей алатындай қарыз берілмейді. Жалақысынан артық ақша қарыздайды. Бұл үрдіс теріс, деді президент. Изменения в кредитной истории. Азаматтардың несие тарихының деректері орталық базада 15 күн ішінде тіркеледі. Осының салдарынан бір адам бір күнде бірнеше банктен қарыз алып үлгереді. Оның нәтижесінде қарыз беруші ұйымдар азаматтардың борыш көлемін нақты есептей алмайды. Яғни азаматтардың өзіне қарыз ауыртпашылығы түседі. Жалақысы несиесін төлеуге жетпейді. Бұл қаржы саласында қайтарымсыз қарыздар нарығына кері әсер етеді. Ұлттық кеңес мүшесі Марат Шибұтов осы ретте халықтың несие тарихын кредит бюросына жіберу мерзімін бір күнге дейін қысқарту туралы ұсыныс айтқан еді. Осы мәселені зерттеу қажет. Несие демекші жуырда борышкермен оны өндіре алмаған сот орындаушылар арасында болған кикілжіңде президент назарынан тыс қалмады. Қасым-Жомарт Тоқаев Алматыдағы оқиғадан кейін азаматтардың жалғыз баспанасын тартып алмау туралы тапсырма берген еді. Енді осы турасындағы заң жобасын жетілдіруді қолға алу керектігін тағы ескертті. Бүгінде несиелерін 90 күннен астам уақыт өтемей жүрген қазақстандықтардың қарызы 354 миллиард теңгені құрады. Осы ретте қаржы секторына зиян келтірмей, халыққа көмек көрсету тетіктерін ойластыру қажет. Ол үшін екінші деңгейлі банктердегі кепілге қойылған мүлік туралы нормаларда қайта қарап мүлікті бағалау ісін жетілдіру механизмдерін қарастыру керек. Несие алушының қарызы мүліктің 15%-нен аспайтын болса, онда оны тартып алуға болмайды. Сондай азаматтарға мүлікті тәркелеу туралы хаттама келгенде 3 ай ішінде үйді сату немесе қарызды қайтаруға мүмкіндік берілуі тиіс. Ол азамат қарызды қайтара алмаса және оның жалақысы ең төменгі жалақыдан 2 есе аспаса, оның жалғыз баспанасын алуға тыйым салынады. Кеңестің өткен отырыстарында айтылған ұсыныстар арқасында президент шешіммен қазақстандықтар өз зейнетақы жинағының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсартуға пайдаланды. Мыңдаған азамат көптен күткен баспанасын алды, ипотекасын өтеді немесе несиесін азайтты. Дегенмен тұрғын үй мәселесі әлі де өзекті. Елімізде 500 мың адам үй кезегінде тұр. 10 жылдап тұрған азаматтар өздерін тіпті тізімнен таба алмай жатыр. Ол азаматтардың қолында 10-15 жыл кезекте тұр деген анықтамалар бар. Мөрі басылған, басшының қолы қойылған. Бірақ индустрия министрлігі барлық азаматты кезекке енгізіп үлгерместен бақытты отбасы бағдарламасын жариялап жіберген. Индустрия министрлігі үй кезегінде тұрғандарды реттеп жүйелеуге тиіс. Себебі 2019 жылы үй алғандардың өзін базадан биыл ғана шығарды. Яғни 2 жыл бойы интеграция жасалмаған. Былтыр тұрғын үй құрылысының қарқыны 11,2%-ке өсті. Бұл жақсы көрсеткіш, бірақ өңірлердің ахуалы әркелкі. Мысалы, пайдалануға берілген дайын үйлердің 40% тек Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында, дейді қоғамдық кеңестің жаңа мүшесі. Ол басқа да проблемаларды көтерді. Ата-анасыз қалған балаларды жетім деп кемсітпей, мемлекет пен қоғам қамқорлығындағы балалар деп атайық. Мектеп бітірген соң олар оқу орнына түсе алмайды, үймен қамтылмайды, жұмысқа орналасулары қиын. Осы мәселені қолға алайық, деді. Жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар бұдан былай мемлекет пен қоғам қамқорлығында балалар деп аталса, қоғамда ол балаларды өз перзентіміз деп қабылдайтын түбегейлі жаңа көзқарас қалыптастыратын концепция дайындап арнайы бағдарлама қабылданса, мемлекет есебіне қойылған күннен бастап балаларға кейін азамат болғанда кәсіп бастау үшін немесе басқа да мұқтаждығына жұмсау үшін арнайы есепшот ашып, бұл мемлекет пен қоғам қамқорлығындағы балалардың арнайы капиталы деп аталса. Кеңес мүшелерін мектептегі балалар саны да алаңдатады. Бір сыныпта 30-35 баланың отыруы оқуға кедергі. Осы ретте президент жиында әр сыныпта неше баладан отыру керек екенін белгілеп, Ресейдегі оқиғалардан кейін мектептегі қауіпсіздік мәселесіне де тоқталды. Біз оқушылар мен студенттерді кез келген қауіп қатерден қорғауға тиіспіз.
білім беру мекемелеріндегі қауіпсіздік жүйесіне бірыңғай талап қойылуы қажет. Сол үшін бәріне ортақ ереже әзірлеу керек. Қазір оқу орындары күзет агенттігімен 1 жылға келісім шартқа отырады. Әдетте, оны жылдың басында жасайды. Бұл оқу жылының ортасы деген сөз. Мұндай келісім шарттарды ұзағырақ уақытқа, мысалы 3 жылға жасаған тиімді болар еді. Президент өткен жиында мүгедектікті анықтау рәсімдерін жеңілдетуді тапсырған. Ол үшін денсаулық сақтау министрлігі мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараттық жүйелерін біріктіріп, азаматтар өздеріне қажетті қызметтің барлығын бір ғана медициналық мекемеден алуға тиіс деген. Бұл іс қазір қолға алынған, әлеуметтік осал топтарға назар ерекше. Әлеуметтік жағынан әлсіз топтарды қолдайтын бірқатар шешім қабылданды. Биыл алғаш рет көп балалы мүгедек баласы бар және толық емес отбасыларының балаларына білім гранты берілді. Соның нәтижесінде осындай отбасында өскен 5 мыңнан астам жеткіншек тегін оқуға мүмкіндік алды. Ерекше күтімді қажет ететін балаларға білім беру үшін бөлінетін қаржы 2 есе ұлғайды. Қазір бір балаға 730 мың теңгеден астам қаражат бөлінеді. Жалпы президент бүгінге дейін қоғам белсенділері және сарапшылармен 28 рет кездескен. Онлайн форматта министрлермен 20 кездесу өткізген. Кеңес аясында 90 нормативтік құқықтық акт, 20 заң қабылданған. Құрметті әріптестер, біздің мақсатымыз барлық саланы жаппай реформалау емес. Мағынасыз диалогтың да ешкімге қажеті жоқ. Кез келген өзгеріс халқымыздың тұрмысын жақсарту үшін жасалуы керек. Мемлекеттілігіміздің нығайтып, әлеуетімізді арттыруды көздейтін ұсыныстарды ғана жүзеге асырған жөн. Бұл мен үшін айқын ұстаным. Президент бүгінгі отырыста айтылғандарды түйіндей келе, халық пен билік арасындағы байланыс көпірін айналған ұлттық кеңес мүшелеріне алғысын білдірді.